Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы балалардағы жұқпалы аурулар. Оның ішінде жаншау, желшешек, көкжөтел, А, Б, С, Д, Е вирусты гепатиттері, иммунды алдын алу. Сабақтың мақсаты инфекциялық аурулардың этиологиясын, эпидемиологиясын, берілу жолдарын, симптомдарын анықтау, диагностикасын және ажырату диагностикасын жүргізіп үйрену, асқынуларын білу, күтім жасау және асқынуларының алдын алу, науқасты оқшаулау, ошақты індетке қарсы шараларды жүргізу, шұғыл хабарлама беру, құжаттамаларды жүргізумен танысу. Егу күнтізбесін құру, вакциналарды сақтау ережелерін білу. Вакцинация көрсетімдері мен қарсы көрсетімдері, егуден кейінгі реакциялар, жағдаятты есептер шешу, тест сұрақтары. Жаншау. А тобындағы бета-гемолитикалық стрептококпен қоздырылатын, ағзаның улануымен, жедел танзилитпен, ерекше бөртпелермен сипатталатын жедел жұқпалы ауру. 1847 жылы Бейлрод алғаш рет жаралы инфекциялы ұлпадан патогенді стрептококты бөліп алған. Этиологиясы. А тобына жататын бета-гемолитикалық стрептокок қоршаған ортаға төзімді, грамм оң, дөңгелек пішінді, моншақ тәрізді тізіліп, сыңараса орналасқан бактериялар. Сыртқы ортада тұрақты. Дезинфектаттарға төзімді, қайнатқанда 15 минуттан кейін жойылады. Эпидемиологиясы. Аурудың көзі ауру адам және бактерия тасымалдаушы. Таралу жолы ауа сілекей жолы және заттар арқылы. Төзімділігі 2-7 жас аралығындағы балалар. Маусымдылығы күз, қыс айлары. Иммунитеті тұрақты. Клиникалық белгілері 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең жасырын кезеңі, 2-7 күнге созылады. Екінші кезең бастапқы кезең. Ауру жедел басталады. Баланың денесінің қызуы күрт көтеріліп, басы ауырады. Жүректің соғуы жиіленіп, әлсіздік пайда болады. Бала лоқсып құсады, жалпы жағдайы бұзылады. Тамағы ауырып, жұтқыншақтың кілегейлі қабығын қан кернейді. Мұны жалындап тұрған жұтқыншақ деп атайды. Баланың аузына жағымсыз, сасық иіс пайда болады. Үшінші кезең аурудың өрістеу кезеңі. Аурудың екінші күнінде күлдің ең көріністі белгісі таулалған тері қабатында қызыл нүкте тәріздес бөртпе пайда болады. Бөртпе бетке, денеге, қол аяқтарға тез жайылып, тек қана ауыз, мұрын үш бұрышын таза қалдырады. Күлдің бөртпесі дененің бүкір жағында, аяқ қолдың ішкі бетінде, қолдың астында, шынтақтың иілісінде, тақымның шұңқырында, шаптың иілісінде ең қарқынды болады. Аурудың жағдайы ауырлап, улану белгілері нығаяды. Дене қызуы 39-40 градусқа дейін көтеріледі. Аурудың бастапқы белгілері үдей түседі. Орталық нерв жүйесінің зақымдану белгілері пайда болуы мүмкін. Аурудың 4-5 күнінде баланың тілі қабыршақтан тазаланып, бүлдірген тәрізді тіл пайда болады. 4-ші кезең реконвалесценттік кезең, яғни баланың жазылу кезеңі. Дене қызуы біртіндеп төмендеп, жағдайы жақсарады. Бөртпесі бозарады. Жұтқыншақтағы қабыну белгілері басылады. Аурудың 1-ші аптасының аяғында терінің қатпарлары түлейді. Әсіресе бұл түлеу алақан мен табанда жақсы білінеді. Жаншау 3 түрлі дәрежеде өтеді. Жеңіл, орташа, ауыр. Дифференциалды диагностикасын, яғни ажырату диагностикасын қызылша, қызамық, желшешек, тағы да басқа бөртпе шығатын инфекциялық аурулармен жүргізеді. Емі. Ауруханада тек ауыр немесе асқынған түрлері ғана емделеді. Балаға 5-7 күн төсектік режим тағайындалады. Диета жасына сай, витаминге бай. Көбіне сұйық жылы түрде беріледі. Антибактериалдық ем, детоксикалық ем,
симптоматикалық ем. Асқынулары миокардит, синусит, өкпе қабынуы, менингит, бүйрек жетіспеушілігі, сепсис, бронхопневмония, остеомиелит. Келесі ауруымыз желшешек. Желшешек қызудың көтерілуімен және теріде кілегей қабаттарда дақты везикулярлы бөртпелердің шығуымен сипатталатын жедел жұқпалы ауру. Қоздырғышы фильтрленуші вирус. Адам ағзасынан тыс жерде бірнеше сағаттан кейін өледі. Сезімталдығы өте жоғары. Бала алғашқы айдан бастап ауырып қалуы мүмкін. Көбіне 10 жасқа дейінгі балалар ауырады. Ересектерде ауыруы мүмкін. Егер ересек жаста ауырса, онда ауыр өтеді. Вирус науқастың мұрын жұтқыншақ бөлінісінен табылады. Таралуы ауа тамшылы жол арқылы. Инфекция көзі ауру адам жасырын кезеңнің соңғы күндеріне бастап, соңғы бөртпе элементтерінің пайда болғанынан 5-ші күнге дейін. Жасырын кезеңі 2-3 апта. Бөртпе пайда болғанға дейін әлсіздік, құсу, ұйқысының бұзылуы, қызуының көтерілуі сирек байқалады. Клиникасы продромалды жағдай сирек байқалады, жалпы өзгерістермен және субфибрильді температурамен сипатталуы мүмкін. Ауру жедел басталады, дене қызуының көтерілуімен және бір мезгілде бөртпенің пайда болуымен жүреді. Бөртпе көбіне бетінде және басындағы шаш арасында, кейде иықтарында, кеудесінде, ішінде пайда болады. Қызғылт шектелген дақ немесе түйін тәрізді әртүрлі көлемді болады. Алғашқы күні дақтың ортасында көпіршік пайда болады. Ішінде мөлдір серозды сұйықтығы бар. Бөртпе полиморфты немесе дақты везикулярлы. 2 күннен кейін көпіршіктер көбейеді. Қабыршақ пайда болады. Ол түскеннен кейін тыртық пайда болмайды. Тек аз ғана жылдам кететін дақ қалуы мүмкін. Бөртпенің шығуы толқынды, оқтын дене қызуының көтерілуімен қатарлас жүреді. Жалпы жағдайы онша нашарламайды, бірақ ұйқысының бұзылуы, басының ауруы болуы мүмкін. Бөртпелер бірнеше везикуладан басталып, саны өте көп болуы мүмкін. Кейде бөртпелер бір-біріне қосылып, көлемдері үлкейеді. Науқастың жалпы жағдайы нашарлап, дене қызуы жоғарылайды. Бөртпелердің жазылу кезеңі. Көпіршіктердің орнында қабыршақтар пайда болады. Бөртпенің шығуы қатты қышумен қабаттас жүруі мүмкін. Оны тырнаған кезде оған инфекция түссе, тыртықтар пайда болады. Бөртпелер жұтқыншақ, ауыз қуысы, көмей, қас, жыныс мүшелерінің кілегей қабаттарында да болуы мүмкін. Желшешектің геморрагиялық түрі өте ауыр түрде өтеді. Көпіршіктердің ішіне қан жиналуы, терілері қанталауы мүмкін. Мұрыннан, аузынан, ішегінен қан кетуі мүмкін. Асқынулары пиодермия, отит, нефрит, менингит, энцефалиттер. Емі гигиеналық күтім. Көпіршіктер ауыз қуысында пайда болса, ауыз қуысын шаю, жуу. Қызу түсіретін препараттар қолдану. Денесі қатты қышыса, сірке қышқылы қосылған сумен, спиртпен жайлап сүрту. Антигистаминдік дәрілер беру. Алдын алу. Санэпидстанцияға жедел хабарламаны 058 форма бойынша жібереміз. Балалар ұжымындағы науқасты оқшаулау. Оған қайтадан ұжымға келуге қабыршақтар түскеннен кейін рұқсат етіледі. Алдын ала егулер жүргізілмейді. Қарым-қатынаста болған балаларға 21 күнге карантин тағайындалады. Залалсыздандыру жүргізілмейді. Тек бөлмені желдету, ылғалдандыру қажет. Келесі ауруымыз көкжөтел. Көкжөтел ұстамалы булықпалы жөтелмен және улану белгілерімен сипатталатын жұқпалы ауру. Этиологиясы: қоздырғышы борде жангу таяқшасы. Қоршаған ортада төзімсіз, ұшпалы, тек адамдарды зақымдайды. Даму механизмі: борде жангу таяқшасы экзотоксин бөледі. Ол тыныс алу рецепторларын тітіркендіреді. Ұстамалы жөтел пайда болады. Орталық жүйке жүйесінде демалу орталығында доминантты қозу ошағы пайда болады.
кез келген тітіркендіру қимылдары ұстамалы жөтелдің дамуына себепші болады. Ауру көзі науқас адам. Катаральды кезеңде және ұстамалы жөтелдің алғашқы 2 аптасында айналадағы балаларға қауіпті. Таралу жолы ауа тамшылы жол. Клиникасында 4 кезең қарастырылады. Жасырын кезең, катаральды кезең, ұстамалы булықпалы жөтел кезеңі және жазылу кезеңі. Жасырын кезеңі 1,5-2 аптаға созылады. Келесі кезең катаральды кезең. Біртіндеп дамиды. Қарапайым жедел респираторлы вирусты инфекцияны еске түсіреді. Субфибрильді температура, жай ғана берекесіздік, мұрынның бітелуі, циррозды сұйықтықтың бөлінуі, жөтелу, емдік шараларға қарамай жөтелдің үдей түсуі, улану белгілері, ұйқысының тәбетінің бұзылуы, қозғыштық, мазасыздық. Тері жамылғыларының бозаруы, қабағының ісінуі. Келесі кезең, 3-ші кезең, ұстамалы булықпалы жөтел кезеңі. Жөтел күн сайын үдей түседі. Біртіндеп ұстамалы булықпалы репризді жөтелге ауысады. Ұстамалы жөтел түнде күшейеді. Жөтел созылмалы мөлдір қақырықтың бөлінуімен немесе құсумен аяқталады. Жөтелдің сипаттамасы: булықпалы жөтел демалғанда бірінен кейін бірі пайда болатын жөтел қимылдарының сериясы. Сонан соң ол ауысады репризге, ысқырықты демді ішке алумен. Одан кейін жөтел қайталанып, булықпалы қайтадан реприз деп ауысып отырады. Ұстама күніне 5-тен 50-ге дейін болуы мүмкін. Ұстамалы жөтел кезіндегі науқастың бет пішіні: тілі сыртқа шыққан, оның ұшы жоғары қарай қайырылған, тіл үзбесі тіске тиіп жарақаттанады. Осыған байланысты онда жара пайда болады. Көз ағына қан құйылуы мүмкін. Беті көгеріп ісінеді. Мойын веналары ісінеді. Бала қозған, мазасыз. Көкжөтел кезіндегі баланың көрінісі: 4-ші кезең жазылу кезеңі. 3-4 аптаның соңына таман жөтел әлсіздене бастайды. Ұстама сирегірек қайталанады, ұзақтығы қысқарады, біртіндеп жазылу кезеңі басталады. Асқынулары: пневмония, бронхит, кіндік немесе шап жарықтары, тік ішегінің түсуі, отит. Зертханалық анықтау: жалпы қан сынағы, бактериологиялық тексеру. Емі және күтімі: 1 жасқа дейінгі балалар ауруханаға жатқызылады. Тыныштық жағдай жасау, тітіркендіретін агенттерді жою, яғни айқай, қатты сөйлеу болмау керек. Таза ауа, бөлмені үнемі желдету, оттегі емі. Тағамы: жоғары калориялы, құнарлы, бірақ құрғақ, тітіркендіретін қоспасыз болғаны жөн. Себебі қиқымдар тағы басқалары жөтел ұстамасын шақыруы мүмкін. Дәрілік ем: антибиотиктер, антигистаминдік препараттар, көкжөтелге қарсы иммуноглобулиндер, С, Б тобының дәрумендері, симптоматикалық ем, ингаляция, ауыр жағдайда гормонотерапия. Алдын алу: науқасты ауру басталғаннан бастап 30 күнге дейін оқшаулау. Арнайы алдын алу екпе егу арқылы. Яғни 2 айлығынан бастап 3 рет, арасына 1 ай салып. Ревакцинациясы 18 айында. Санның алдыңғы сыртқы бетіне, бұлшық етке. Вакцина АБКДС деп аталады, яғни оның құрамына коклюш, дифтерия, столбняк кіреді. Өлтірілген клеткасыз көкжөтел микробтарынан және дифтерия сіреспе анатоксины. Бұл сұйық, ақ түсті вакцина. Ошақтағы шаралар: барлық қарым-қатынаста болғандарды анықтау. Тек 7 жасқа дейінгі балаларға карантин 14 күнге жарияланады. Әлсіз, жиі ауыратын балаларға бұлшық етке көкжөтелге қарсы иммуноглобулин егіледі. Егу алмаған балаларға вакцина мен иммунды алдын алу жүргізеді. Келесі ауруымыз вирусты гепатиттер.
Вирустық гепатиттер энтеральды және парентеральды механизммен жүретін, интоксикация синдромымен, сарғаюмен көрінетін, бауыр зақымдалу синдромымен сипатталатын жұқпалы ауру. Инфекциялық аурулардың ішінде тұмаудан кейінгі екінші орынды алады. Классификациясы: инфекционды гепатит, токсикалық гепатит, сәулелік гепатит, аутоиммунды аурулардың салдарынан дамитын гепатит деп бөлінеді. Вирустық гепатиттердің бәріне тән белгі. Адамнан адамға беріледі. Негізгі берілу жолы қан арқылы және асқазан ішек жолы арқылы. Барлық түрі дерлік сыртқы ортада тұрақты. Негізгі нысана мүше бауыр. Бауыр клеткасы бұзылады. Биохимиялық көрсеткіш өзгереді. Емі барлық гепатиттерде бір-біріне ұқсас. Ұзақтығына байланысты жедел, созылыңқы, созылмалы. Клиникалық көрінісіне қарай симптомсыз форма және манифесті форма болып бөлінеді. Манифесті форманың өзі төртке бөлінеді. Инкубациялық кезең, сарғаю алды кезеңі, сарғаю кезеңі және жазылу кезеңі. Мына кестеде төрт кезеңге сипаттама берілген. Диагностикасы: жалпы қан талдауы, жалпы зәр талдауы, нәжіс талдауы, биохимиялық қан талдауы, иммуноферментті анализ, полимеразды тізбекті реакция, яғни маркерді талдау, инструменталды зерттеу, ультрадыбыстық зерттеу, биопсиялық зерттеу қажет болған жағдайда. Нәтижесі: толық жазылуы мүмкін, тасымалдаушы болуы мүмкін, созылмалы түрге ауысуы мүмкін, цирроз немесе раққа ауысуы мүмкін. Вирустық гепатит А және Е түрінің профилактикасы: жалпы гигиена, вирустық гепатит Аға қарсы екпе егу. Вирустық гепатит Б, С, Д және G түрлерінің профилактикасы: ауру адамның қанынан аулақ болу, операциялық құрал-саймандарды стерилизациялау, санитарлы гигиеналық шараларды ұстану, жыныс жолының профилактикасы, науқас әйел баланы емізуіне жол бермеу, вирустық гепатит Б түріне қарсы екпе егу. Вирустық гепатит Б екпесі келесі ауру қаупі жоғары топтарға салынады: жаңа туған балаларға, медициналық қызметкерлерге, ақыл-есі кем науқастармен жұмыс жасайтын адамдарға, гемодиализ бөлімінің ауруларына, гомосексуалистерге, нашақорларға, түрмеде отырғандарға және тағы басқаларға. Емі: дәрісіз емдеу. Жедел вирустық гепатит және созылмалы вирустық гепатит үшін төсек режимін немесе жартылай төсек режимін сақтау керек. Номері 5 диета тағайындалады. Ақуыз, натрий және сұйықтықты қолдануға тек декомпенсацияланған бауыр циррозында ғана шектеу қойылады. Ішімдіктен бас тарту ұсынылады. Дәрімен емдеу. Жедел вирустық гепатитте емдеу көп жағдайда симптоматикалық, айқын холестаз кезінде дезинтоксикациялық инфузионды терапия, энтеросорбенттер, орсо-дезоксихолды қышқыл, ал ауыр жағдайда глюкокортикостероидтар қолданылады. Вирусқа қарсы терапия көрсетіледі. Созылмалы вирустық гепатит Б, С және Д-да әдетте интерферондар мен вирусқа қарсы препараттар бірге қолданылады. Келесі тақырыбымыз арнайы иммундық алу. Жұқпалы аурулардың иммунопрофилактикасы алдын алу, төмендету және жоюға бағытталған жалғыз тиімді шара. Кейбір жұқпалы ауруларға егу жүргізу негізгі және маңызды алдын алу әдісі болып табылады. Ол инфекцияның қоздырғышының берілу механизміне әсер етеді және инфекциядан кейінгі тұрақты иммунитетті қалыптастырады. Вакциналар егілген адамдар ағзасында белсенді иммунитет тудыруға арналған препараттар, яғни биологиялық препараттар болып табылады. Ағзаға енгізгенде белгілі бір ауруға қарсы қорғаныстық иммунитетті индукциялайды. Вакциналардың негізгі түрлері: тірі вакцина, инактивацияланған вакцина немесе өлі вакцина. Бір инфекцияға қарсы моновакцина, екі инфекцияға қарсы дивакцина. Ассоциацияланған вакциналар, химиялық вакциналар, конъюгацияланған вакциналар, полисахаридті вакциналар, анатоксиндер негізіндегі вакциналар,
рекомбинантты ДНК технологиясы негізіндегі жаңа буынды вакциналар және синтетикалық пептидті вакциналар деп бөлінеді. Қазақстан Республикасының әр азаматы егілуге мүмкіндігі бар. Күнтізбенің ішіне кірген егулерді мемлекет қаражаты есебінен тегін енгізіледі. Егуден кейінгі асқынулар болған жағдайда әлеуметтік көмек көрсетіледі. Номері 22-95 қаулысына сәйкес 2009 жылы 30 желтоқсанда бекітілген бұйрық. Қазақстан Республикасында жоспарлы егулер ұлттық егу профилактикалық күнтізбеге сәйкес жүргізіледі. Вакцинация күнтізбеге сәйкес осы аймақта инфекция бар жоқтығына қарамастан немесе инфекцияның өршу қаупі бар болса эпидемиялық көрсеткіштер бойынша жүргізіледі. Профилактикалық егулерді ұйымдастыру және жүргізу. Есепке алу, әр баланың құжатын толтыру, вакцинация алған және мезгілімен алмаған балалардың есебін жүргізу, вакцинацияны жоспарлау және есеп беру, емханада тиімді және қауіпсіз иммунды қамтамасыз ету үшін сапалы вакциналар болуы тиіс. Жұқпалы ауруларға қарсы иммундық профилактика жүргізетін керекті медициналық құжаттар. 112 форма, 063 форма, 026 форма және 064 форма. Егу туралы мәліметтер: салу күні, препараттың атауы, енгізу әдісі, серияның нөмірі, мөлшері, сақтау мерзімі, шығарған кәсіпорны, салғаннан кейінгі реакциясы. Вакцина салмас бұрын дәрігер ата-анасынан баланың жағдайын сұрау керек, объективті қарап температурасын өлшеу керек, жалпы қан анализі, зәр анализін алу керек. Болуы мүмкін реакциялар және дәрігер келгенше алғашқы көмек көрсету туралы информацияны беру керек. Санитарлық эпидемиологиялық талаптар. Егуді алғаннан кейін егілген адамдар вакцинадан кейінгі асқынулар немесе вакцинадан кейінгі реакцияларға тән емес жағдайлар туындаған жағдайда шаралар қабылдау үшін денсаулық сақтау ұйымында медицина қызметкерінің бақылауында 30 минут болады. Кейіннен емхананың учаскелік медицина қызметкері өлі немесе белсенділігі жойылған вакцинаны енгізгеннен кейін алғашқы 3 күнде және тірі вакцинаны енгізгеннен кейін 5, 6 және 10-11 күнде үйде бақылауды қамтамасыз етеді. АКДС бар вакцинаны енгізгеннен кейін егілген адамға егуден кейін 1 сағаттан соң 6 сағат сайын, бірақ тәулігіне 4 реттен көп емес, 1 килограмм салмағына 10-15 миллиграммнан 1-3 тәулік аралығында парацетамол бере отырып, вакцинадан кейінгі асқынулардың профилактикасын жүргізеді. Санитарлық эпидемиология талаптар. Егу кабинеті шоққа қарсы терапияның дәрілік препараттармен қамтамасыз етілуі керек. Вакцинациялауға медициналық қарсы көрсетімдер: тұрақты қарсы көрсетім, уақытша қарсы көрсетім және жалған қарсы көрсетімдер болады. Вакцинациядан кейінгі реакциялар мен асқынулар. Вакцинациядан кейінгі реакциялар арнайы емес және арнайы болып бөлінеді. Арнайыға жалпы температурасын жоғарылауы, мазасыздық, ұйқысының бұзылуы, тәбетінің төмендеуі болады. Жергілікті реакция гиперемия, ісіну, ауру сезімі. Жалпы реакциялар әлсіз реакция, орташа реакция, күшті реакция болып бөлінеді. Егуден кейінгі асқынулар, аллергиялық асқынулар, анафилактикалық шок, полиморфты бөртпелер жатады. Неврологиялық асқынулар, орталық жүйке жүйесінің зақымдану, перифериялық зақымдалулар, тырысу синдромы болуы мүмкін. Туберкулезге қарсы екпе, БЦЖ вакцинасы. БЦЖ-дан кейін мынадай асқынулар болуы мүмкін: жергілікті лимфаденит, тері астылық суық абсцесс, беткей жара, келоидты тыртық және сүйек туберкулезі, яғни остеиттер. Сабағымыздың соңында тест сұрағы, тестке жауап береміз және де ситуациялық есептер. 2 ситуациялық есеп. Үй жұмысы.
Бүгінгі сабақта өткен инфекциялық аурулардың дифференциалды диагностикасын жасау. Инфекциялық ауруларда шығатын бөртпелерді бір-бірінен ажырата білу. Әртүрлі жастағы балаларға егу күнтізбесін жасау. Қазақстан Республикасындағы 22-95 бұйрығына сәйкес 30 желтоқсан 2009 жылы бекітілген егу күнтізбесін жатқа білу. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.